Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы жансыздандыру. Сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: наркоздың жіктелуі және дәрежелері, мал түлігіне байланысты наркоз, наркозға байланысты асқынулар. Наркоз дегеніміз химиялық дәрілік заттардың әсерінен организмнің сезімталдылықтан айырылып, бұлшықеттен босап, бірте-бірте рефлекстің сөніп, орталық жүйке жүйесінің терең тежелуі. Тек автоматикалық өмір орталықтары, жүрек, қан тамыр және тыныс алу жүйелері өзінің іс-әрекетін жалғастырып мал өмірін сақтайды. Наркоздың жіктелуі әсер етуіне байланысты таза наркоз қосынды және құрама болып бөлінеді. Таза наркоз бір ғана препаратпен жүргізіледі, мысалға гексенол эфир. Қосынды комбинирленген наркоз әртүрлі уақытта бірнеше препарат енгізіледі. Құрама наркозда компонентті наркоз бір препаратпен басталып, екіншісімен жалғасады. Мысалы, хлорэтиленмен ұйықтатамыз, эфирмен тереңдетеміз. Енгізу жолына байланысты ингаляциялық наркоз, наркоздық зат тыныс жолдары арқылы беріледі, яғни препараттар эфир, хлороформ, фторатан, азот тотығы, этилен түрлері. Инсульфляциялық препарат өкпеге арнайы құралмен немесе кеңірдекке катетер арқылы жіберіледі. Екінші, ингаляциялық емес наркоз, препарат организмге тыныс жолдарынан тыс енгізіледі. Мысалға, тамыр ішіне интравенозды ең тиімді тез әсер етеді. Тиопентал, кетамин препараттары бұлшықетке, яғни ксилазин, кетамин, тері астына субкутанты, құрсақ қуысына интраперитональды, тік ішек арқылы интраректальды, ауыз арқылы пероральды азықпен немесе сумен беріледі. Мал түлігіне байланысты наркоз ірі қара малдарға хлоралгидрат, жылқыға тиопентал ксилазин, иттерге хлороформ, қой, ешкі, шошқаларға ксилазин, кетамин препараттары пайдаланылады. Наркоз алдындағы дайындық: наркотиктердің зиянды әсерін азайту үшін атропин, күкірт қышқыл тұздарын, нейролептиктер беріледі. Нейролептиктер наркоз әсерін күшейтіп, дозаны азайтады, яғни фенотиазин туындыларына жатады. Наркоз түрлері, яғни малды тез ұйықтату, мысалға пентотал натрий. Келесі базистік наркоз. Базистік наркоз операцияға дейін кезінде және кейін ұзақ әсер ететін қосымша ауырсындырмау. Келесі толық наркоз ұзақ операцияларда қолданылады. Толық емес наркоз қысқа манипуляцияларда, құйрық кесу немесе жара тілу жағдайда пайдаланылады. Жануарларға анестезия. Жануарлардағы анестезия ерекшеліктері: иттер мен мысықтарда жиі пропофол, кетамин комбинациялары пайдаланылады. Ұсақ үй қояндарына тыныс жолдары сезімтал болғандықтан стресске бейім, маска арқылы ингаляциялық анестезия жүргізіледі. Ірі қара мен жылқыларға қарын ішек газдарының жиналу қаупі жатқанда өкпенің қысылуы мүмкін. Құстарда метаболизмі жоғары, наркоз кезінде тез оянады, көбіне изофлуран қолданылады. Анестезия кезінде бақылау: жүрек соғуының жиілігі, тыныс жиілігі, қан қысымы, тері мен шырышты қабық түсі және қандағы оттегі деңгейін бақылаймыз. Қауіптері және асқынуларда: тыныс алудың тежелуі, қан қысымының төмендеуі, гипотермия, аритмиялар және асфиксия, тыныс жолдарының жабылуы. Наркозға байланысты асқынуларда тыныс алудың бәсеңдеуі, жүрек қызметінің әлсіреуі, құсу, сілекей бөлінің артуы,
қан қысымының төмендеуі, аллергиялық реакциялар және де асқынуларды болдырмау үшін дұрыс дозалау, яғни премедикация, малды дұрыс бекіту және бақылау қажет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.